Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен өте керемет рецепттерімнің біріменен бөлісетін боламын. Видеомды аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге осындай жылы сүт қажет болады. Сүтімізге аштығымызды салып, аштығымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Және де бір дана жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, массамызды біркелкі болғанша араластырамыз. Сүтімізге аздап ерітілген сары майымызды құямыз. Оны да араластырып жібереміз. Сосын ұнымызды салып, қамырымызды жақсылап араластырып илеп аламыз. Бірінші қасықпен, содан кейін қолменен илеп алсаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ, сондай әдемі қамыр болып шығады. Илену өте оңай. Мінекей осылай бірігіп болғаннан соң қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттың ішінде көтеріліп дайын болып тұрады. Енді салмамызды дайындаймыз. Бізге осындай тартылған ет қажет. Менікі қойдың еті, сиырдың етінен де жасасаңыздар әдемі болады. Пияздарымызды майдалап осылай көбіктеп турап аламыз. Және де тұз татымына қарай қара бұрыштан сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз ашып дайын, көтерілді. Енді қамырымызды алып, екі ұзын бөліктерге бөле отырып, өзімізге ыңғайлы етіп, майда бөліктерге бөліп, домалатып дайындап аламыз. Осылай барлығын дөңгелектеп дайындап аламыз қамырымызды. Достар, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетіңіздер. Менің каналымнан өзіңізге қажетті керекті рецепттерді таба аласыздар. Қамырымызды осылай дайындап қойып, бетін жауып, бір-бірден алып, шетінен жайып жасата беретін боламыз.
Қамырларымызды жайып болдық. Енді осылай салмамызды тек шеттеріне ғана дөңгелете отырып салып шығасыздар. Видеоға мұқият қарап, осылай жасаңыздар. Бір келкі етіп дайындай бергеннен көрі осылай әртүрлі етіп жасап өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Енді дәл видеодағыдай етіп, әуелі 4 жағын біріктіріп аламыз қамырымызды. Содан соң ортасынан бастап шетіне қарай дөңгелетіп қамырымызды түйіп аламыз. Қамырымызды түйіп дайындап алдық. Енді жұмыртқаның сарысына сүтімізді құйып аздап бетіне жағып шығамыз, және де қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт, смак сепсеңіздер болады. Духовкаға 180-200 градуста 30-35 минут ішінде пісіп шығады. Мінекей осындай болып пісіп шықты. Өте керемет. Жасалу жолы да өте оңай. Біреуінің арасын бөліп көрсеттім. Өте ыстық. Керемет самсалардың бір түрі болып шықты. Шайменен ұсынсаңыздар, тез женіп кететін астың түрі. Видеомда соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.